Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз презентация жасау. Презентация латын сөзінен ұсыну деген мағынаны білдіреді. Презентация таныстырылатын объект туралы ақпаратты жүйелі түрде көпшілікке ұсыну. Презентацияны компьютердегі программалардың көмегімен жасаған ыңғайлы. Компьютерде презентацияға арналған арнайы программалар бар. Олардың қатарына Microsoft PowerPoint программасы да жатады. Компьютердегі презентация кезектесіп ауысып отыратын, экранды толық алып тұратын электрондық бет слайдтардан құралады. Ал слайдтар мәтін, сурет, фотосурет, схема, музыка мен дыбыстардан құралады. PowerPoint-та презентацияға анимация, мультимедиа және басқа командаларды пайдалануға болады. PowerPoint программасының терезесімен танысайық. Мәзір қатар орналасқан құралдар тақтасы. Төменгі жағында слайдты көру режимдері, слайд өлшемдерін өзгерту режимдері бар және слайд беті. Программа терезесінің жоғарғы бөлігінде мәзір орналасқан. Мәзір тізбектей орналасқан жанамалар қатарынан тұрады. Әр жанамада өзіне ғана қатысты команда мен батырмалар орналасады. Әр қажетті жанаманы таңдағанда мәзірдегі құралдар қолжетімді болады. Программаның терезесіндегі мәзірлердің қызметіне тоқталайық. Басты мәзірінде слайд жасау, қаріптер, абзацтар мен суреттерді өңдеу құралдары орналасқан. Кірістіру мәзірінде мультимедиа, иллюстрация, мәтін мен бейнені кірістіру құралдары орналасқан. Дизайн мәзірінде тақырыптық безендіру, слайд фондарының құралдары орналасқан. Ауысулар мәзірінде слайдтардың өту уақыты мен ауысу құралдары орналасса, анимация мәзірінде анимацияны кірістіретін құралдар орналасқан. Слайд көрсетілімдері мәзірінде дайындалған слайдтарды көрсететін құралдар орналасса, түр мәзірінде программаның терезесін өзгертетін құралдар орналасқан. PowerPoint-та қолданылатын ыстық пернелер бар. Олар, мысалы, Ctrl және N пернесін бірге бассақ, жаңа презентация бетін ашу қызметі қосылады. Ctrl плюс S пернесін бассақ, ерекшеленген мәтін мен объектіні көшіру. Егер Ctrl мен V пернесін бірге бассақ, көшірілген мәтін мен объектіні кірістіру қызметі қосылады. Ал Ctrl мен P пернесін бірге бассақ, презентацияны баспаға беру қызметі. Және F5 батырмасын бассақ, презентацияны көрсетуді бастау қызметі қосылады. Shift пернесі мен F5 пернесін бірге бассақ, ағымдағы слайдты көрсетуді бастау, Ctrl мен B пернесін бассақ, қою жазу қызметі қосылады. Ыстық пернелер компьютер программасында ең жиі қолданылатын командаларды жылдам орындауға арналған пернелер. Балалар, енді практикалық жұмысқа көшейік. Алдымен PowerPoint программасын іске қосамыз. Екінші, басты слайд құру, бос командаларын орындап, бос слайд таңдаймыз. Үшінші, кірістіру, Word Art командалары арқылы слайдқа су, тіршілік көзі тақырыбын жазамыз. Төртінші, кірістіру, картинки командалары арқылы слайдқа су тақырыбындағы сурет қоямыз. Бесінші, жасалған слайдты файл қалай сақтау командалары арқылы 001 pptx атауымен сақтаймыз. Келесі тапсырма орында, жұбымен орындаймыз. Төмендегі заттардың бірін таңдаңдар. Заттың жарнамасын дайындаңдар. Жарнаманы сыныптастарының алдында қорғаңдар.
Келесі тапсырма топтық жұмыс. Суретке назар аударыңдар. Суретке арнап PowerPoint-та 2 слайдтан тұратын презентация жобасын ұсыныңдар. Презентациядағы бірінші слайдтың суретіне берілген атаулар мен суреттегі кейіпкерлердің атын жазыңдар. Екінші слайдқа жазғы демалысты сипаттайтын 2 сурет кірістіріп сақтаңдар. Келесі тапсырма ойлан. Ыстық пернелер не үшін қажет? Тағы қандай ыстық пернелерді білесің? Word пен PowerPoint программаларын Venn диаграммасында салыстыр. Яғни, айырмашылығы мен ұқсастығын тап. Балалар, бүгінгі сабақты мына смайликтер арқылы қорытындылайық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар, сау болыңыздар.